Қазіргі біздің қарастыратын тақырыбымыз ол present simple. Аудармасы жай осы шақ. Present simple яғни бізде нені білдіреді? Біздің күнделікті істейтін іс-әрекетімізді білдіреді. Көп оқушылар осы present simple'ды present continuous пен шатастырады. Бізде present continuous ол қазір болып жатқан шақ. Ал бұл бізде everyday activities, яғни сіздің күнделікті қайталап істейтін іс-әрекеттеріңіз. Күнде болмаса, апта сайын, жыл сайын, ай сайын қайталанып келетін іс-әрекет present simple деп аталады. Енді біз онымен қалай сөйлем құрастырамыз? Мынандай списокта, яғни список неправильных бұрыс етістер списогындағы ең бірінші столбикпен жұмыс істейміз, яғни present деп тұрған первый столбикпен жұмыс істейміз. Соның бірнеше етістіктерімен қазір сөйлем құраймыз. Мысалға, бірінші етістік become, болу. Мысалға, become a teacher, мұғалім болу. Become a nurse, медсестра болу. Келесі begin, бастау. Не бастаса болады? Мысалға, begin a film, фильм бастау. Begin a book, кітап бастау демекші. Келесі етістік ол бізде break, сындыру. Например, break a window, терезе сындыру. Break a pen, қалам сындыру и так далее. Buy бізде сатып алу. Не сатып алса болады? Мысалға, buy a bag, сумка сатып алу. Buy bread, нан сатып алу и так далее. Ал енді осымен сөйлемнің болымды түрінде сөйлем құрастырайық. Қараймыз. Алдымен present simpleға қатысты мини таблица істеп алайық. Мысалға, мен сатып аламын болса I buy. Сен сатып аласың you buy. Ол сатып алады he buys болады. То есть, ереже қалай? Сөйлемнің болымды түрінде сөйлемдеріңіз he, немесе she, немесе it үшінші жақтан басталса, онда етістікке, кез келген етістікке s жалғауын қосасыз. Яғни he buys, she buys, it buys. Бұл жекеше түрі болды. Көпше түрінде біз сатып аламыз we buy. Сіздер сатып аласыздар you buy. Олар сатып алады they buy болады. Міне, мини таблица жасадық. Енді қазақ тілінде мына берілген етістікпен сөйлем құрастырайық. Мысалға, мен мұғалім боламын. Көріп тұрғандай, бізде болу деген сөз сөйлемнің соңында тұр, қазақ тілінде. Бірақ сіз перевод жасаған кезде, мына жақта көріп тұрғандай, оны зат есімнен кейін қоясыз. Мысалға, зат есім мен не істеймін? Боламын. Ол сөйлемде екінші тұрады. Болу бізде become болады, я? I become a teacher. Міне, мен мұғалім боламын. Келесі сөйлем. Сен, you, қазақша жазайық, я, онда. Сен кітап бастайсың дейік. Міне. Сен кітап бастайсың. Бастау бізде сөйлемнің соңында тұр. Сен бізде you, бастау бізде begin, кітап a book. Міне, сөйлем осылай аударады. Келесі сөйлем he, оған қатысты айтайық. Ол терезе сындырады. Ол терезе сындырады. Сындыру деген сөз бізде сөйлемнің соңында тұр. Яғни ол he, сындыру бізде break. Біз оған тағы s жалғауын қосамыз. Себебі бізде сөйлем he-дан басталып тұр. He breaks a window болады. Ол сындырады терезе. Міне, біз бірнеше сөйлем құрастырдық. Енді қараңыз, present simple'ды көрсететін өзінің сөздері бар. Ол қандай сөздер? Мысалға, often. Often, яғни қазақша жиі деген сөз. Енді қараймыз. Often present simple'ды көрсете ме? Әрине көрсетеді, потому что ол іс-әрекет жиі қайталанып тұрады деген сөз. Келесі, always. Әрқашан. Әрқашан. Бұл да present simple екенін көрсетеді, я? Келесі, usually. Міне, present simple'ды көрсететін подсказка сөздер осы. Usually, әдетте. Әдетте. Sometimes, кейде. Мысалға, кейде мен киноға барамын демекші. То есть, іс-әрекет қайталанады деген сөз. Seldom, сирек. Мысалға, мен өте сирек тауға шығамын демекші. Never, ешқашан. Ешқашан. Міне, осы сөздер бізде мына present simple шағын көрсетеді. Ал сіздермен бірге сөйлем құрастырайық. Oftenға құрастырайық, я? Мысалға, мен, I, often, жиі.
сатып аламын, buy, meat, ет. Аударамыз. Мен жиі сатып аламын ет. Қай жерде тұр? Often. Зат есіммен етістіктің ортасында тұр. Яғни сіз often деген сөзді сөйлемнің басына, немесе сөйлемнің соңына қоя алмайсыз. Дәл осы келесі сөздерге де қатысты. He sheetпен бір сөйлем көрсетейін. He, мысалы, always, әрқашан, always, бастау begin, beginға s қосамыз. Міне мен етістікке s қостым, alwaysқа s қоспайсыңдар. То есть, he sheetта мына тұрған подсказка сөзге s қосуға болмайды. He always begins a film. Ол әрқашан бастайды фильм. Әрқашан, яғни зат есіммен етістіктің ортасында тұр. Ал енді, present simple'ды көрсететін тағы басқа сөздер бар. Ол қандай сөздер? Так, мына жерге жазайық. Every day, мысалы, every day, күнде деп аударылады. Күнде көрсетеді present simple'ды, себебі ол қайталанады, иә? Every week, әр апта. Every month, әр ай. Every year, әр жыл. Every Monday, әр дүйсенбі. Every season, әр сезон деп кете береді, ары қарай. Енді бұл қай жерде тұрады? Бұл сіздер көрген сияқты often'ның орнына әкеліп қоя алмайсыз, потому что бұның тұратын орны в основном сөйлемнің соңында. Мысалға, былай айтсаңыз болады. I барамын, go to school, мен барамын мектепке every day, күнде, немесе аптасына 5 рет демекші. Ол сөзді қалай айтамыз ағылшын тілінде? Егер бір рет болатын болса, тогда once болады. Күніне бір рет болса, once a day. Аптасына once a week. Айына once a year. Once a year. Once a month, I'm sorry. Жылына once a year деп кете береді. То есть, once деген сөз, ол бір рет деген сөз. Екі рет болатын болса, онда twice қоясыз. Twice a day, күніне екі рет. Twice a week, аптасына екі рет. 3 рет болатын болса, 3 times дейсіздер. Например, 3 times a day, күніне 3 рет. 3 times a week, аптасына 3 рет. Бұл да сөйлемнің соңында қойылады. То есть, сіз оны мына жерге қоя алмайсыз. Мысалы, сөйлем құрайық. I go to English. Мен барамын ағылшын тіліне. 3 times a week, аптасына 3 рет. Көріп тұрғандай, мен бұны сөйлемнің соңына қойдым. Міне, қысқаша present simple тақырыбы бойынша информация осы. Келесі сабақтарда біз question және negative формын қарастырамыз. Ол сабақтарды жіберіп алмау үшін бізге тіркелуді ұмытпаңыз. See ya, guys!